Талғар аудандық ауруханасында жатқан танымал продюсер Баян Есентаева тілге келді. Өткен жұма күні Алматы Құлжа тас жолының бойында соққыға жығылып, пышақ жарақатын алған продюсерге шұғыл ота жасалған болатын. Ал Баянды соққыға жықты деп күдікке алынған продюсердің күйеуі Бақытбек Есентаевтың үстінен алдымен денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру, кейін адам өлтіруге оқталу бабы бойынша сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жүріп жатыр. Дүйім жұрт денсаулығына алаңдаушылық білдіріп жатқан Баянның жағдайын Ирина Советшанқызы да біліп қайтқан еді. 10 маусым күні Баян Есентаеваны әуежайдан күтіп алған күйеуі Бақытбек Есентаевтың 20 жыл отасқан жарына жұдырық жұмсап, суық қару сілтеп соққыға жыққан жер осы. Алматы Құлжа тас жолындағы Атамекен жанар-жағармай бекетіне қарсы бетте болған қылмыстық істің жай-жапсары полицияға анық. Отбасылық жанжалдың түп себебін білу тілшілерге міндетті емес, тек дүйім жұрт сүйікті қыздарының, танымал продюсердің денсаулығына ерекше алаңдаушылық білдірді. Пышақ жарақатын алған продюсерге сол күні-ақ шұғыл ота жасалды. Ота жасалды, жағдай ауыр. Бірақ ауыр жағдай, Ауыр жағдай. Қай жеріне ота жасалды? Там политравма у него. Закрыта черепно-мозговая, басының жарақаты бар, түрлі бетінде жарақаттар бар. Соның кейін ранение живота. Лапаротомия продюсерге жасалған отаны осылай түсіндірді дәрігер. Яғни медицина тілінде жарақат алған жерге ішкі органдардың бүтіндігін тексеру үшін ішке жасалатын операция. Анық болғаны продюсер пышақ жарақатын, жабық бас ми жарақатын алған, мұрны сынған. Хирург, көз дәрігері, невропатолог, нейрохирург, бас жақ сүйек хирург дәрігерлерінен құралған консилиум жасалған. Есін кішкене біледі, бірақ жағдайы мүлдем ауыр. Мүлде ауыр. Енді тағы да операция жасала ма, жоқ әлде осы бір операциямен тоқтайды ма? Енді бір Алланың қолында ол önde. Дүйім жұрттың Баян қыздың денсаулығына алаңдайтындай ақ жөні бар. Өйткені Баян Есентаева қатардағы көптің бір емес, еліміздегі ең танымал продюсер. Шоу-бизнесте қаншама жұлдыздың бағын жағып, сахнаға қосқан білікті маман, іскер әйел. Тіпті қазақстандық қыз-келіншектердің басым бөлігі әдеміліктің символы деп таниды танымал продюсерді. Баянның актриса ретінде алғаш сомдаған рөлдерінің бірі Гүлназдай болғысы келген. Оны сұлулықтың шаңдай көріп, пір тұтқан бойжеткен көп болған бір кездері. Не дедің сен? Саған хат жазбаған күнім болған емес, Гүлназ. Сен қалайша алмағансың ол хаттарды? Әлі күнге сол сұлулық сыр бермеді. Баян өзіндей әдемі болғысы келетін сіңілілерінің сұлулық сайысында тұсауын кесіп, бірнеше жыл қатарынан қазақ аруы жобасын іске асырды. Бір беткей, ақиқатта адамның бетін айтатын өрлігі бар өткір продюсердің осы мінезде Баянның іскерлігін одан әрі қайрай түсті. Кино әлеміне де барынша үлес қосқан танымал Есентаева көптеген қайырымдылық істерге де мұрындық болды, және бұл игі істерінің жарнамасын жалаулатқан жоқ. Я всегда хотела приходить, и чтобы все смотрели только на меня. Да? У меня так ассоциировалось, да? Ал продюсерді соққыға жығып пышақ жарақатын салды деген күдікпен қамауға алынған Бақытбек Есентаевтың үстінен қозғалған іс денсаулыққа қасақана ауыр зиян келтіру бабынан адам өлтіруге оқталды деп ауыстырылды. Бүгін бұл іске қатысты алғашқы сот отырысы да өтті. Бүгін Талғар ауданының соты күдікті тұлғаны 2 айға қамауға алу туралы үкім шығарды. Полиция қызметкерлерінің бұл өтінішін аудан прокурорлары да қолдады. Баянның бүгінгі жағдайы қалыпты, бірақ әлі жансақтау бөлімінде жатыр. Дәрігерлер продюсер тілге келді дейді, бірақ ол ешкіммен тілдескісі, ешкімді көргісі келмейтінін айтады. Ирина Советшанқызы, Табыл Хайыров, Информ бюро, Алматы облысынан.